Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей өзіміздің сүйікті гүлдеріміздің күтімі туралы тағы да айтатын боламыз. Бүгінгі тағы да осы доллар гүліне басқа да көптеген гүлдерге пайдалануға болатын дәріханада сатылатын дәрілерден біз тыңайтқыш жасайтын боламыз. Мына жерде өздеріңіз көрсеңіздер, мынау кішкентай ғана бенджамин фикус. Бұны мен Шымкенттен тапсырыспен алдырғанмын. Бұл келгеннен кейін көптеген төменгі жапырақтарын тастады. Бірақ циркон құйып, сөйтіп бұны біз адаптациядан өткіздік. Егер де сіздерде осындай фикус бенджамин гүлді алатын болсаңыздар, ол үйге әкелгеннен кейін жапырақ тастайтын болсаңыздар, ол қорықпаңыздар, ол қалыпты жағдай. Ол қашан адаптациядан, күйзелістен шығады, сол кезде қайтадан жапырақ жайып, әдемі болып өсетін болады. Қазіргі айтайын деп отқан дәріміз, ол біздің бас ауырғанда өзімізге пайдаланатын дәрі. Мына жердегі мынау фикус бенджамин, бұны кеше менің туған күніме 19 қазан туған күнім болып еді. Сонда ұжымдастарым сыйлады. Бұл да жапырақ тастап тұр. Бұл местный топыраққа отырғызылған. Бұны да қайттан отырғызу керек. Сол кезде бұл күйзелістен шығып, қайтадан қалыпты өсетін болады. Жапырақтардың барлығы түсіп жатыр. Мынау құдағайым әкеліп берді. Менің гүл өсіретімді, гүл жақсы көретімді біліп, бұл да местный топыраққа, саз топыраққа отырғызылған. Бұны да қайтадан отырғызамыз. Мынау доллар гүлім. Бұл үлкен болып, әдем болып өсіп келе жатыр еді. Ыдысын толтырып, бірақ балдарым су құйғанда көп су құйып жіберген. Сөйтіп тамырын шіртіп алып, мен бұны қайттан 2 ыдысқа бөліп отырғызып қойдым. Біз өзімізге дәріханалардан алып ішетін дәрілеріміздің көбісін осы гүлдерге пайдалансақ та болады. Менің осы түсіріп жүрген видеоларымның сіздерге пайдасы тигеніне қуанамын. Кеше бір видеомда көрерменімнің пікір жазып қалдырғанын көріп, қатты қуанып кеттім. Шариғатта да бар, өз білгеніңмен бөлісіп отыру, ол өзіңе тек жақсылық тартып тұрады делінген. Сондықтан да менің сіздерге осы гүл өсіруде пайдам тиіп жатқанына мыңда бір Аллаға шүкіршілік етемін. Осындай жақсы пікір жазып отырған осы көрерменіме мен көптен көп рахметімді айтқым келеді. Енді қазіргі біздің жасайын деп жатқан тыңайтқышымызға қажетті дәрі, ол глицин. Осы глицинді өсімдіктерге қолдануға бола ма деген сұраққа мен жауап бергім келіп отыр. Глицин өсімдіктердің өсуі мен дамуына әсер етеді. Бұл өсімдіктерге күйзелістен шығуына көмектеседі және де климатқа тез бейімделіп кетуін арттырады. Мысалға, біз күйзеліс дегенді қалай түсінеміз? Мысалға, біз гүлдер дүкенінде ұзақ тұрып, сол жерге бейімделіп қалған гүлді біз өзіміздің үйімізге алып келеміз. Біздің үйіміздің ауасы ол дүкеннің ауасынан бөлек болады. Сондықтан да ол келіп басқа жерге келіп климатын ауыстырғаннан кейін, ол қашан менің үйімнің ауасына бейімделіп кетем дегенше, ол күйзеліске ұшырайды гүл. Міне соны күйзеліс деп атайды. Стресске түседі, яғни гүлдер. Сол стресстен шығу үшін осы глицин гүлдерге өте пайдалы екен. Бізге 2 түйір осы глицин дәрісі қажет. Менің алдымда 1 литр жылы тұнған су. Енді ол глицинді жақсы еру үшін суда біз оны бірінші осылай жақсылап езіп аламыз. Содан кейін барып суға салып, қашан ол дәрі еріп кеткенше жақсылап араластырамыз. Негізі бұл суға салғаннан кейін жақсы тез еріп кетеді. Глицин өсімдіктерге не береді дейтін болсақ, ол фотосинтезді күшейтеді және де хлорофилді арттырады. Бұл дәріні ережеге сәйкес пайдалану керек. Артық мөлшерде, артық дозада беруге болмайды. Тек өзінің ғана дозасымен пайдалану керек. Міне, енді суымызда жақсы болып еріді глициніміз. Енді біз оның күшін одан сайын арттыру үшін біз янтарь қышқылын береміз. Янтарь қышқылының түрлері өте көп. Мына сары қораптағы ол дәріханаларда сатылады. Ал мына менің қолымдағы кішкентай қорапшада тұрған
ол гүлдер дүкенінде кәдімгі ұнтақ күйінде сатылады. Гүлдерге пайдалануға ыңғайлы. Біз одан 1 миллиграмм ғана алып, осы суға жақсылап тұрып араластырамыз. Менің суым жылы болғандықтан, ол мына араластырып жатқан дәрумендеріміз олар тез жылы суда еріп кетеді. Негізі күн салқындап келе жатыр, кейбір гүлдеріміз терезенің алдында тұр, сондықтан да біз гүлдерімізге тек жылы сумен ғана суаруымыз керек. Сосын күн салқындағаннан бастап гүлдерді кешке қарай суармау керек, күндіз суарылу керек. Ал жаз мезгілдерінде ол гүлдерді біз түнде суарсақ ол жақсы болады. Ал күн салқындағаннан бастап күндіз суару керек. Глицин ол кез келген тыңайтқыштың әсерін күшейтеді. Бұнда мыс, мырыш, марганец, магний, әсіресе темір мен кальций өте көп. Ал микроэлементтер бар болатын болса, ол азот, фосфор, калий бар. Бұл айтқан элементтердің барлығы гүлдерге өте қажет. Калий, магний болса, ол гүлдердің гүлденуін жақсартады. Глицин ол таптырмайтын тамаша тыңайтқыш болып саналады. Егер үйлеріңізде осындай қоспалары бар дәрумендер болатын болса, олардың мерзімі өтіп кетсе де, оны тастамай, осындай гүлдеріңізге пайдалансаңыздар, гүлдеріңіз жақсы өсетін болады. Бұл дәрі табиғи амин қышқылы болып келеді. Топырақтағы қоректік заттардың концентрациясын жақсартады, жапырақтардың шығуына, өскіндердің шығуына жақсы көмектеседі. Бұл тыңайтқышты айына 1 рет беруге болады. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, менде жаңғыз доллар гүлі емес, қай гүлімнің топырағы кепті, сол гүлдеріме мен осы тыңайтқышты пайдаланып жатырмын. Егерде гүлдеріңізге пересадка жасап, яғни қайта отырғызатын болсаңыздар, осы әдісті пайдалансаңыздар болады. Бұл глициннің өзінде жақсылап ертіп алып, гүлдеріңіздің жапырақтарына да сеуіп тұрсаңыздар болады. Егерде үйлеріңізде циркон болмаған жағдайда осы глицин болып жатса, осы глициндің жаңағы 2 түйір дәріні жақсылап жылы суға араластырып, гүлдеріңіздің жапырақтарына сеуіп шықсаңыздар, және де тамырына құйсаңыздар, бұл гүлдер жақсы тез бейімделіп, стресстен, яғни күйзелістен тез шығады. Мына аспарагус гүлімнің дымы қалмай өліп қалған, мен келгенде жапырақтарының барлығы сап-сары болып тұрған, мен барлығын қиып тастағанмын. Содан көрейінші деп, аутауық осындай дәрумендермен су құйып тұрып едім. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, қайттан жанданып, бұл жапырақ жая бастады. Бұл дәрідегі амино қышқылдар гүлдің өсуін реттейді, иммунитетін көтереді, тез өсу процесін жақсартады, жапырақтың сарғаюын азайтады. Ал екінші біздің мынау тыңайтқышымыз, янтар қышқылы, бұл тыңайтқыш арқылы гүлдердің тамыр жүйесінің жақсы өсуін ынталандырады. Оның арқасында тамыры көп болып өседі. Тамыры жақсы өссе, өздеріңіз білесіздер, өсімдіктеріңіздің де дені сау болып жақсы өседі. Яғни бір дәрі екінші дәрімен қосылған уақытта олардың күші артып, гүлдеріңіздің жақсы өсіп, иммунитеті жақсы көтеріліп, жақсы тамырланып, өскін шығарып, жапырақтарын көбейтуіне өте жақсы әсерін береді. Бұндай тыңайтқыштарды гүлдейтін де, гүлдемейтін де барлық гүлдерге беруге болады. Міне бүгінгі біздің видео ролигімізде мен сіздерге осы гүлдерге өте пайдалы, гүлдеріміздің жақсы өсуіне, жақсы дамуына, тамыр жүйесінің жақсы қалыптасуына көмектеседі. Бүгінгі менің осы видео ролигім сіздерге пайдалы болсын дегім келіп отыр. Бұл глицин дәрісі дәріханаларға 200 теңге ма, я 250 теңге ма тұрады. Ондай қатты қымбат емес, қолжетімді бағада. Соны алып, осы гүлдеріңізге пайдаланып отырсаңыздар болады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Егер колокольчик белгісін басып қойсаңыздар, менің келесі видеом сіздерге уведомление болып барып тұрады. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.